Сәлем, менің есімім Жудит. Мен Мексикада өстім, балалығым Мексикада өтті. Сосын Америкаға, Лос-Анджелеске көштім және мұсылман болдым, альхамдулилля. Отбасым бірінші қарсы шықты, бірақ мұсылман болғаннан кейін оларға деген құрметімді және көркем мінездерімді көргенде маған бұл тұрғысынан қолдау білдірді. Әкем қайтыс болғаннан кейін анам үнемі жанымда болды. Анам да ислам туралы сөйлескен сайын ол да исламды ұната бастады. Менімен бірге мешітке келіп, мұсылман әйелдердің сөздерін асықпай тыңдайтын еді. Менімен қашан мешітке келсе, оны бақытты әрі сабырлы көретін едім. Иншаллах, ол да бір күні мұсылман болар деп ойладым. Бір балам бар, Аллаға шүкір, ұлым да мұсылман. Сіз исламды таныған сайын, бұл діннің сіздің өміріңізді қалай әсемдегеніне куә боласыз. Мен бұл дінді бүткіл әлемнің білгенін қалаймын. Мен Америка штатында туылдым. Балалығымда жатақханасы бар әулие ана мектебінде қалатын едім. Ол жерде де қыздар бар еді. Сыртқы әлемге жабық бір мектеп болатын. Сол себепті мен барлық адамдарды католик деп есептейтінмін. Әрине, есейген сайын сұрақтар сұрай бастайсыз. Не үшін бұлай өмір сүреміз? Оларды не үшін жасаймыз? Деген сияқты сұрақтар. Исламмен танысқанымда сұрақтарым өз жауабын тапқан еді. Мұсылмандардан алған жауаптарым мені өте қуантқан еді. Мұсылман болғаныңызда тіпті сіз санына жете алмайтындай өте көп бауырыңыз болады. Сізге көмек қолын созады. Мұсылман болғаннан кейін шығысқа бардым және өзіме бір жұмыс таптым. Құқық фирмаларымен жұмыс істейтін бір фирмада құжаттармен біраз уақыт жұмыс істедім. Намаздарымды еркін қыла алатын едім. Мұсылмандар маған өте жақсы қарады. Мұсылман болған біреу кейде отбасынан, кейде достарынан қарсылық көрген. Бұл біздер үшін емтихан. Сабырмен және көркем түрде олармен сөйлесуіміз керек. Отбасымның дін туралы хабарлары негізінде жоқ болатын. Басында қабылдаулары кішкене қиын болды. Білмейтін нәрселерінен қорқатын еді. Бірақ оларға қарсы әдемі іс-қимылдарымды көргенде, ашуланбағанымды көргенде, исламға деген теріс көзқарастары да жоғала бастады. Отбасыммен арамыз өте жақсы. Аллаға шүкірлер болсын. Исламды үйренген сайын өз отбасыма ислам туралы айтып беруге тырысамын. Мұсылман болғанымызда бір мұсылман секілді әрекет етуіміз керек. Бірақ кейде мұсылмандар исламды өмір сүрмейді. Мұсылман болу тек сөз жүзінде ғана қалады. Исламды өмір сүрген уақытымызда кейбіреулер тарапынан қысымға алынамыз. Осындай кездерде мұсылман сызғымызды үзбеуіміз керек. Біздер мұсылманбыз және мұсылман болып өмір сүруіміз қажет. Әлбетте, бәрін керемет жасай алмаймыз, бірақ қолымыздан келген ғайратты көрсетуіміз керек. Балалығымда маған Тәңірді үнемі жаза беруші Тәңір ретінде айтатын. Ал мен исламды танығанымда Алланың құлдарына мейірімді және қамқор екенін үйрендім. Мұсылман болғаныңызда көзқарасыңыз мүлде өзгереді. Қолыңызда сізге берілгендерге көбірек ризалық білдіресіз. Себебі білесіз, әр нығмет Аллахтан. Аллах сізді жазалау үшін емес, сыйлау, марапаттау үшін жаратты. Мұсылман болғанымда түсініп жеткенім, исламда сіз деген сұрақтардың бәріне жауап табасыз. Адамдарға исламды тәблиғ етуіміз керек. Исламның адамдар үшін ең қайырлы дін екенін, бейбітшіл екенін, тыныштық діні екенін айтуымыз керек. Басқаларына құрметпен қарау арқылы көркем әрекеттерімізбен мұсылман еместерге өрнек болуымыз керек. Осылай істесек, телевиденияларда қараланған исламның бұлардан мүлде жырақ екенін түсініп жетер еді. Телевиденияларда ислам туралы айтқан нәрселер негізінде шын емес екен. Менің бір мұсылман досым бар және еш айтқандары секілді емес дер еді. Техникалық әлемде қаншалықты ілгерілесек те, интернет, қол телефондары, компьютерлер қаншалықты көп болса да, әлі де шалғайда исламды білмейтін өте көп адамдар бар. Отбасымызға, достарымызға исламды айтуымыз керек. Оларға ненің тура, ненің бұрыс екенін көрсетуіміз қажет.